Сенің футболды бір-екі күн көрген досың футбол жөнінде пікір айтайын деп отыр. Тыңдасаңыздар, тыңдамасаңыздар да болады. Кеше Аргентина мен Англияның футболын қарадым. Біршама уақыт бөліп, 90 минут бойы. Оның алдындары футбол көретіндерді түсінбейтін едім мен. Неге осыншама уақыт бөледі осыған, не қызық бұл жерде деп. Жалпы бір қарасаң қарағың келеді екен негізі. Мен футболшыларды аса көп танымаймын, тек футбол жұлдыздарын ғана білемін, санаулы. Айтқым келетіні, бізде көпшілік адам екіге бөлінеді екен. Роналдоның фанаттары және Мессидің фанаттары болып. Мен өз басым ешкімге фанат емеспін. Жылап ешкімді олай қарамаймын. Қызығып, арасында бір-екі түртіп көріп қалатын болмаса, жалпы осы жылғы әлем чемпионаты қызық болып жатқан сияқты бірақ. Маған Месси жақпайды. Не үшін? Қаншама голдар қалғаннан кейін, мен өзім мұсылман болғаннан кейін, шүкір сәждесін жасағанын көрмеппін мен оның. Әлде байқамай жүрмін ба, жасаған ба негізі ол. Әрине мықты ойыншы ретінде мойындаймын. Бәрі мойындайды ғой негізі, оны өзін мойындатып бастаған футболшы да. Бірақ адамгершілік қасиеттері байқалмайды, көрінбейді көзге. Бәлкім жасырын шығар, кім білсін. Жалпы менің өз пікірім, әлем чемпионатын 10 рет 20 рет жеңсе де, ол маған бір аса жақпайды екен. Маған одан қарағанда Роналдо жақынырақ. Білмеймін, бір тартымдырақ деп айтсақ болады. Ал былайынша ойыншы ретінде екеуі де мықты. Негізінде тек өз саласында мықты адам ғана емес, тарихта қалатын. Адамгершілігімен ол бағаланады деп ойлаймын мен, тарихта қалатындар. Мысалы, спортшы ретінде легенда болып қалған, аңыз болып қалған, осы уақытқа дейін көп аталатын боксер ол Мұхаммед Али. Жалпы спортта легенда, аңыз ол Мұхаммед Али, соның аты көп аталатын сияқты меніңше. Бір жағынан ол мұсылман, адамгершілік қасиеттер бойында бар, жақсы сөздер айта білген, таза істерде тиянақты болған біршама. Және көптеген мешіттер салған. Жалпы ол туралы айтсақ көп сөз. Айтқым келген нақты түсіндіре алдым ба білмеймін, шайып кеттім бе әлде. Сіздерге мысалы Месси не үшін ұнайды? Тек жақсы футболшы ретінде ғана ма? Роналдо ұнаса ол не үшін ұнайды? Осы сұрақтарға мүмкіндік болса жауап бере кетсеңіздер.